Рағымжан министрліктің осы апта көлеміндегі айтулы жаңалықтармен таныстыратын боламын. Қазақстан Республикасы президентінің тапсырмасы бойынша үстіміздегі жылы шілдеде Қазақстан мен Түркияның авиациялық билігі Қазақстан мен Түркия арасындағы рейстер мен маршруттар санын ұлғайту жөніндегі келіссөздер жүргізді. Turkish Airlines түрік авиакомпаниясының еншілес кәсіпорны болып табылатын Anadolu Jet түрік бюджеттік тасымалдаушысының Алматы-Анкара жаңа бағытын ашу салтанатының рәсімі өтті. Рейстер аптасына 2 рейс желімен орындалады. Орталық коммуникациялық қызметінде өткен баспасөз мәслихатында автомобиль жолдары комитетінің төрағасы Төлеген Абдуллин биыл атқарылған жұмыстардың алдын ала қорытындыларын шығарып, келесі жылға жоспарларымен бөлісті. Биыл құрылыс монтаждау жұмыстарымен жалпы қолданыстағы 11 мың шақырымнан астам автожол қамтылған. Сонымен қатар Қызылорда облысының аумағы бойынша Қызылорда-Жезқазған автожолдарын қайта жаңарту басталды. Елімізде автомобиль жолдарының эксплуатациялық сипаттамаларын арту мақсатында суперпейв технологиясы пайдаланылатын болады. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлім болды. Жобалау кезінде әр аймақтың климаттық жағдайы мен температурасы әрі қозғалыс қарқындылығы ескерілетін болады. Жаңа технология өз кезегінде эксплуатациялық сипаттамаларды арттыруға мүмкіндік бермек. Бас шаһарда Қазавтодор Казтрaffic 2022 халықаралық көрмесінің жалауы желбіреп, онға жуық елден 100-ден астам қатысушы жиналды. Халықаралық көрменің ашылуында Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институтының мамандары жол саласының ғылымының соңғы жетістіктерімен таныстырды. Осылайша жаңа технологиялар мен жол құрылыс материалдарының бірыңғай базасы таныстырылды. Онда жаңа технологиялар мен елдің жол құрылыс материалдары туралы ақпарат жиналады. Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Маңғыстау облысында жұмыс сапары аясында жергілікті тұрғындармен кездесу өткізді. Кездесу барысында Қайырбек Өскенбаев Қазақстанның көлік саясатын жүзеге асыру барысындағы өңірлердің рөлі ерекше екендігін атап өтті. Министрмен әңгімелесу барысында облыс тұрғындары жол және тұрғын үй құрылысы, өнеркәсіп және басқа да тақырыптар төңірегінде сауалдарын қойды. Ақтауда елдердің Транскаспий өзара байланысын дамыту бойынша министрлік кездесу өтті. Транскаспий халықаралық көлік бағытын одан әрі дамытуға арналған іс-шараға сыртқы істер министрлері мен көлік мәселелерін жауапты Қазақстан, Әзербайжан, Грузия және Түркия министрлерінің басшылары қатысты. Министрліктің осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.